Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге көпшіліктеріңіздің сұрауларыңыз бойынша ChatGPT, яғни OpenAI компаниясының ChatGPT деген продукциясымен таныстырмақшымын. Кейбіреулеріңіз білетін де шығарсыздар, қолданып жүрген шығарсыздар, бірақ менен көбісі сұрап жатыр, сол жөнінде видео шығаршы дегендей WhatsApp-қа жазып. Бүгін сіздерді яғни сол жасанды интеллектпен қалай жұмыс жасайды, не нәрсеге қолдануға болады, жалпы ол не, сонымен таныстырмақшымын. Жалпы бұл OpenAI компаниясы мінекей 2015 жылы құрылған болатын. Одан кейін 2020 жылдары мінекей мамырдың 28-інде ChatGPT деген продукциясын іске қосты. Қазір бірден іске кірсек, міне логин дегенге басамыз. Мінекей логин дегенге басып, егер сіздер тіркелмеген болсаңыздар, жалпы openai.com адресін тереміз. Логин дегенге басып, тіркелсеңіздер болады. Sign up батырмасын басып, яғни электронды почта немесе бар Google аккаунттарыңызбен кіре қойсаңыздар болады. Мен уже тіркелгенмін, тіркелуді білетін шығарсыздар. Continue with Google басып, мен яғни өзім Google аккаунтыммен кіремін. Сосын сіздерге мінекей алғаш ашқан кезде ChatGPT немесе API жөнінде кейінгі сабақтарда түсіндіремін. ChatGPT дегенге басасыздар. Яғни мындай терезе ашылады сіздерге парақша. Сіздерде ақ болып тұруы мүмкін, немесе қара болуы мүмкін. Өтініш тек мына жерден Google переводчикті қосып, орысшаға былай аудармаңыздар. Бірден ағылшынша болып тұрса, өзінің ішіндегі интерфейстегі тілмен аударуға болады. Немесе мына жақта аккаунттарыңызға басып, settings-қа басып, мына жерде орыс тіліне қоюға болады мінекей. Мына жерде қазір тестовый режимде істеп тұр, орыс тілін мінекей орысшаға қоюға болады. Осылай еткізіп, new chat деп басып, жаңа чат ашуға болады. Мына жерде мінекей жазуға болады. Қазір жүктеліп жатыр, жүктеліп болсын. Немесе парақшаны обновить етіп жіберсеңіздер де болады, былай еткізіп. Мінекей мына жақта сіздерде бос болуы мүмкін. Өйткені менде бос емес себебі, мен бұрыннан қолданып келе жатқасын соңғы қолданған тақырыптарыңыз болады. Мына жақты бетіп свернут етіп ашуға болады. Мына жерде дайын шаблондар ұсынып тұр, қалай көмектесем болады деп тұр. Мінекей енді мына жерге жазуға болады. Мына жерде платный версиясы бар, яғни ақылы түрі. Соған да өтуге болады. Ақылы мен тегін түрінің айырмашылығы жөнінде кейін айта жатам сіздерге. Тегіннің өзі де біраз қызмет атқарады. Көбісі халықтың 80% тегінін қолданып жүр. Енді мына жерге new chat батырмасын басасыздар, және мына жерге мысал жазсақ болады. Мен мысалы жарнама мәтінін жазғым келді. Напишите рекламный текст дедім. Бұған запросты дұрыс қою керек. Мысалы, не нәрсе істеткілеріңіз келеді. Мен жарнама мәтін жазғызғым келеді. Напишите рекламный текст дедім. Өтір қоямын содан кейін тема деймін, тақырыбы. Одан кейін мысалы разработка сайта под ключ деп жаздым. Нүкте қоямыз. Одан кейін биткізіп телефон деп өздеріңіздің телефон нөмірлеріңізді тағы да басқаны жазсаңыздар болады. Мен әзірге ондайлар жазбаймын. Осыны жазамыз да жібереміз, немесе enter батырмасын басамыз. Мінекей санаулы секунд ішінде сіздерге толтырып барлығын жазып береді. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Және шыққан ақпаратты бірден қолдануға асықпаңыздар. Былай еткізіп көшіріп алуға болады. Ұнамаса мынаны басуға болады, ұнаса мынаны басуға болады, немесе осыны тағы да қайталауға болады. Тағы да қайталап, мынаған бассақ, қайтадан екінші нұсқасын жазып береді. Сосын мына жерде осыған қатысты тақырып ашылады. Сол жағында мінекей мына жерде осыған қатысты, яғни чат. Егер де сіздер басқа тақырыпта жазайын десеңіздер, дәл осыны тек басқа тақырыпта бетіп өздеріңіздің запростарыңызды көшіріп аласыздар. Новый чат дейсіздер де мына жерге салып, енді мысалы тағы да жарнама мәтіні постельное белье по доступной цене дедім. Мінекей осы еткізіп, яғни чат ашқан сайын, әр жаңа тақырып ашқан сайын жаңа чат ашып отыруға кеңес берем. Неге? Өйткені
өткен запросты бұл жаттап отырады. Мына жаққа тағы да жазсам, жай ғана мен мысалы напишите призыв к действию деймін, яғни іс әрекетке шақыру. Призыв деген дұрыстап жіберейік, действие. Мінекей. Яғни осыған қатысты, яғни ең бірінші сұрағаныма қатысты жазып береді. Одан кейін призыв к действию к постельное белье деп жазып керек емес. Сол себептен шатаспас үшін мына жақта басқа тақырып, мына жақта басқа тақырып, одан кейін новый чат дейміз де. Мысалы, поздравление с днем рождения. Сосын кімге? Тағы да, мысалы, не жазу керек екенін айттық. Напишите поздравление с днем рождения. Және кімге жазу керек? Для моего, мысалы, сына Али. Сосын және нешеге толып жатырғанын айтып жіберсе. Ему исполняется 7 лет деп жазамыз. Сөзді шама келгенше дұрыс жазуға тырысып отыру керек. Мысалы, не нәрсе жазу керек екенін, сөздің контекстіне мұқият назар аударыңыздар, кімге арналғанын және қандай, яғни событие болып жатқанын жазамыз. Содан кейін соған қатысты тақырып жазып береді. Мінекей. Содан кейін енді кейбіреулеріңізде сұрақ туындауы мүмкін, бұл нәрсе қазақша біле ме деп. Бұған кез келген сұрақты қоюға болады. Мысалы, мен қазақша қаншалықты білесіз дедім. Әрине бұл қазақша біледі. Бірақ жаңағыдай бұл жасанды интеллект екенін ұмытпау керек. Бұл жалпы жасанды интеллект үйрену үстінде. Қазақша әрине біледі. Қазақша сұрақ қойсаңыз жауап та береді. Қазақша тіпті мәтіндерде, мақалада бәрін жазып береді. Бірақ қателіктер кетуі мүмкін. Мысалы, мен қазір қазақ тілін дамыту мақала жаз. Қазақ тілін дамыту жөнінде мақала жаз дедім. Әрине бұл мақалада жазып береді мінекей. Толтырып. Бірақ қате кетуі мүмкін. Міндетті түрде қате кетуі мүмкін. Бұлай еткізіп жазып жатқан кезде тоқтап қалса континуй басасыздар, немесе кез келген уақытта мына жерде стоп басып тоқтата салуға болады. Мен тоқтады. Одан кейін жалғастыра салуға да болады. Мінекей тоқтай салды. Тоқтап қалса мына жерде континуй деген стрелка шығады, жалғастыру, яғни жалғастыру, продолжить. Жалғастыруға да болады. Тағы да бір лайфхак, мысалы сіздер Google переводчикті аша аласыздар, переводчикті. Біз кей ақпараттарды ағылшын, бұл әрине ағылшын тілінде 100% жақсы жасайды, тіпті орыс тілінде де қате кетуі мүмкін, бірақ орыс тілінде әрине әлем бойынша 8-9 орында болғандықтан бұл көбірек орысша дұрысырақ жауап береді. Сол себептен мысалы біз ағылшын тілін таңдап, мына жақта орыс тілін таңдап, мына жақта ағылшын тілін қоямыз. Ағылшын тілінде сұрасақ 100% дұрыс жауап береді. Әрине 100% деп айту келмейді, бірақ көбірек ақпарат бұда ағылшын тілінде. Мысалы ағылшынша, мен ағылшынша не істеймін, бірақ сіздер үшін көрсетіп жатырмын. Переводчикпен, яғни сіздер қолдансаңыздар болады, Google аудармашымен. Және сонымен қатар шыққан орысша нәтиженінде, мысалы орысша мына нәтиже шықты, бұның әрине қазақ тіліне аударып алсаңыздар болады. Мына жерден қоямын, орысшадан қазақшаға, мысалы Google аудармашымен міндетті түрде. Мінекей орысшадан қазақшаға салдым. Google аудармашы қазір дамып келе жатыр. Бұл да тым жақсы аударады мінекей. Әрине 90%-ға, 85-90%-ға жақсы аударады. Мінекей почти 98%-ға дұрыс аударып берді. Сол сияқты жаңа чат ашып, мына жаққа мысалы ағылшын тілінде сұрақ қойсақ болады бұған. Орысшадан ағылшыншаға қоямын. Мына жерге как сделать суп из
мінекей сиыр етінен кеспе жасауын сұрадым. Бұны ағылшын тілінде сұрадым. Мына жаққа шыққан нәтижесін ағылшын тілінде сұрақ қойдым. Мінекей не керек екенін жазып берді. Және қалай дайындау нұсқаулығын толығымен жазып берді. Және шыққан нәтижені былай етіп жатпай-ақ, мына жерден басып қалып көшіріп алсақ болады. Енді кері аударымға қоямыз. Ағылшын тілінен орыс тіліне салдық. Мінекей керемет қылып аяғына аударып берді. Әрине ағылшын тілінен тікелей қазақ тіліне де аударуға болады. Мінекей пияз, балдыр сабағы, түйір сарымсақ, мінекей барлығын бір кесе су, 8 кесе 2 литр сиыр сорпасы, мінекей бәрін нұсқау. Сиыр етінің бірінші кесесің, бұлай, яғни барлығы жазып берді. Осылай тұрмыстық жағдайда да қолдануға болады. Әрине мынаны орыс тілінде сұрауға да болады. Бірақ жаңа чат ашып, мына жақта мінекей история толып келе жатыр. Және мына жақта өз баптауларыңызды қойсаңыздар да болады. Предпочтение анау-мынау қатты маңызды емес. Осылай мысалы бір тапсырманы шешуге де кез келген сұрақ қоюға да болады. Бұл жалпы жалғыз емес, әрине бұның конкуренттері де бар. Көп, яғни тіпті бірнеше 10 шақтысы бар десем де болады. Бірақ мен бәріне тоқталып жатпаймын. Және дәл осы сияқты сіздер әрқайсыңызға қолжетімді десем де болады. Бұл да қолжетімді және тегін. Бұның ақылы түрі де бар. Ақылы түрі сәл көбірек жазалады және дизайн сурет салып бере алады. Сонымен қатар сөздің контекстін жақсырақ түсінеді деп өздері сендіруде. Бірақ мен толық тексеріп еттім деп айта алмаймын. Ақылы түрін көп айырмашылық көрдім деп те айта алмаймын ақылы түрінен. Әрине символдың ұзақтығы тағы да басқа сол жағынан болуы мүмкін. Мына жақта мысалы жаздым мен рекламный текст. Осы тақырыпқа қайта ораламын. Тема разработка сайта под ключ. Мына жерге осы сұрақты тағы да саламын. Осы запросты және рекламный текст с мысалы длиной, ұзындығы не менее 3000 символов. Әрине символ деген мынау әр әріп символмен сөзді шатастыруды ұмытпаңыздар. Мысалы 3000 слов десем, ол өте көп болар еді. Мен 3000 символ дедім. Бұл жалпы бір объявлениеге сыятындай толық не. Напишите рекламный текст с длиной не менее 3000 символ дедім. Оны және сол сұрақ қойдым. Енді маған ұзақтау қылып жазып береді қазір. Мінекей. Почему мы, индивидуальный подход, тағы да басқа өздеріңізге айналысып жүрген салаларыңыз жазсаңыздар болады. Мінекей. Толықтырып жазып береді. Толықтау қылып жазып берді. Сонымен қатар бұған тағы мынаны тоқтата салайын. Жақсы. Тағы да не нәрсеге пайдалануға. Мысалы напишите заявление об напишите заявление дейін, мысалы өтініш жазып беріп с просьбой мінекей. Напишите заявление каким-то с просьбой устранить запах мусора во дворе дедім. Мінекей, сақитып тұрып, яғни сіздерге заявление жазып береді. Мінекей, уважаемый, прошу принять меры, мінекей, осылай еткізіп. Және объяснительный тағы да басқа жазуға болады. Мынаны жаңағыны тағы да көшіріп аласыздар да, мына жерге салып, заявление с длиной не менее кем емес 500 слов дейін. 500 слов каким-то. Осылай еткізіп қайта жазуға да. Енді ұзақтау қылып, обращаюсь вам серьезно и обеспокоенность. Мінекей. Мінекей толығырақ жіктеп жазып жатыр енді. Енді әлде де толықтау болды. Осыны көшіріп алып, әрине міндетті түрде сіздер жаңағыдай русский, қазақша, орысшадан қазақшаға істеп, мінекей.
мен сізге мінекей осылай еткізіп қазақша осылай қылып пайдалансаңыздар болады. Енді бұның аналогы тағы да басқасын көрсетейін сіздерге. Google BERT деген бар. Мына жерге тура солай іздесеңіздер болады. Google BERT. Бұл да ChatGPT-дің аналогы, Google-дің өзінікі. Мен яғни Google аккаунтыма өзім кіріп тұрғандықтан бірден маған дайын болып ашылады. Дәл осында қойған сұрақтарыңызды мінекей мына жақта алдым. Яғни напишите рекламный текст, тема постельное белье по доступной цене. Дәл осыны мен Google BERT-қа қойсам да болады. Дәл сол ChatGPT-дің аналогы. Мына жерден настройкасын қоюға болады. Полностью готовые ответы, немесе мінекей ответы реальным временем, сілтеме, яғни темный тема қоюға болады. Темный тема мында да қоюға болады. Бұлар ладно, ұсақ түйек. Мінекей мұнда да жазып берді маған. Және мұнда артықшылығы тыңдауға болады. Нәтижесін дауысқа айналдырып. Постельное белье по доступной цене. Хотите, чтобы ваш сон был Және мына жақта сөйлеп те жазып жіберуге болады. Мінекей мен қазір микрофонды баспаймын, өйткені жазып отырмын, сабақ түсіріп отырмын. Және мына жақта сурет салып жіберетіні бар екен. Сосын новый чат деп мына жақта қойғандарымызды алайық. Мінекей разработка сайт под ключ. Дәл осылай қылып ChatGPT қылып, ChatGPT-дің яғни аналогы Google-дікінде қолдансаңыздар болады. Мына жақта мінекей сіздерге жақсы қылып мына жерде суреттермен мінекей салып береді. Және поделить жіберуге келеді біреуге шыққан нәтижені. Документы, Google документыға тағы да басқа осындай қосымша артықшылықтары бар. Лайп басып қоюға да болады. Несіне тағы да басқа нәрселер істеуге болады. Көшіріп алу, әрине тағы да басқасы. Шыққан нәтижені міндетті түрде достар оқып алыңыздар. Міндетті түрде бірден қолданып, бірден біреуге жіберуге асықпаңыздар. Сіздерге келе ме, келмей ме? Мына жақта мінекей показать другие черновики деген бар. Басқа нұсқаулықтарды көрсетіп береді және обновить етіп басқа нұсқасында шығаруға келеді бұл жақта. Мінекей осылай, яғни күнделікті өздеріңіздің жұмыстарыңызға, кәсіптеріңізге, тұрмыстық өмірлеріңізге, тұрмыстық жағдайға, тағы да басқаға қолдансаңыздар болады. Және дәл жаңа сол ChatGPT-ді, яғни телефонда да қолдануға болады. Әрине көбіңіз смартфонмен қолданатын шығарсыздар. Play Marketке немесе App Store'a кіріп, OpenAI деп жазып көріңіздер. ChatGPT дегенде түрлі ұқсастары көп, шатастырып алмаңыздар. Мінекей мынаған кірдік. Мынау ол емес компания, басқа компаниянікі, соған ұқсас аналық. Әрине оригинал осы өзінікі. Мынау OpenAI компаниясының мына логотипін жаттап алыңыздар. Осы ChatGPT осыны орнатып, осыған жаңағыдай дәл жаңа мен көрсеткендей компьютер секілді тіркеліп, мына жақта чаттар, мінекей осылай қолдансаңыздар болады. Осылай қолдансаңыздар болады телефонда. Мінекей әрине сіздерге осылай жауап береді. Яғни телефон арқылы да жаңа чат ашып, осы жақта мінекей қолданған чаттарыңыз, жаңа мен жазғандарым тұр. Мінекей сайт жасау жөнінде, тағы да басқа жөнінде осылай басып ұстап тұрып, телефонда копировать ету, тағы да басқа істеуге келеді. Сөйлеп жазатындар мінекей мына жерде бар, бірақ қаншалықты істейтін жөнінде белгісіз. Егер осы телефонда сіздерде приложение орнатылмаса, белгілі бір себептермен табылмаса, онда дәл жаңағыдай Google-ға Chrome ашып, браузерға кіріп, новый вкладка дейін, chat.openai.com сілтемесіне өтіп, дәл жаңа компьютердегідей осылай жазып қолдансаңыздар болады. Историяларыңыз, тағы да басқаларыңыз осында тұрады. Мінекей мына жақта осылай. Яғни осыны экранда ярлык қылып шығару үшін мынаған басып, Google Chrome'да, яғни Safari болса Safari'мен кіріп, мына жерде добавить на главный экран деп, осылай еткізіп телефондарыңызда добавить автоматически басып шығарып қойсаңыздар болады. Мінекей сіздерде ярлык болып, әрқашан рабочий столда, яғни главный экранда тұрады. Осылай сілтеме қылып, осылай қолдансаңыздар болады. Мінекей кіресіздер, сол ашылады бірден, осылай өз жерден жалғастырып кетесіздер. Жаңа Google BERT оның әзірше приложениесін көрмедім. Оны да осылай қылып шығарып, осылай қылып ашып, яғни приложениесі бар болса, тек өтініш мына жақта перевести деп аударып тастамаңыздар. Бұлай етсе мүмкін қате болып кетеді және дұрыс жұмыс жасамайды. Осылай қылып ашып қойып, бұны да бұл жақтан
телефоннан ашып ярлык кылып жаңағыдай рабочий столға сақтап қоюға болады. Мынағанда бастым. Мінекей добавить на главный экран, добавить автоматически деп, яғни мынаны жауып тастай берсек болады барлығын. Мінекей ол да жаңағыдай рабочий столдан шығып тұрады ярлык болып. Осылай сақтап қойсаңыздар болады. Мінекей кіреміз. Ашылды мінекей. Және осы жерден жалғастырасыздар. Жаңағы тергендеріңізде тұрады историяда мінекей. Мінекей қайсылары тұр. Отзыв, тағы да басқа. Назад басып, мына жерден жазып қолдансаңыздар болады. Телефонда сөйлейтін де істейді. Мысалы, напишите рецепт пиццы. Мысалы, Маргарита, пицца Маргарита деп жаздым. Достар, өтініш, бұған мұқият болыңыздар. Ешқашанда заңсыз ештеңені жазбаңыздар, және жеке ақпараттарыңызды таратпаңыздар. Сақтықта қорлық жоқ. Мысалы, қалай бір нәрсені істеуге болады деп заңсыз, мысалы, қару жасау, тағы да бір нәрсе жазбаңыздар. Өйткені ақпараттар білесіздер, барлығы сүзгіден өтіп отырады. Біріншіден ондай заңсыз, екіншіден бұған ешқашан ондай сұрақты қоймаңыз. Тіпті сіздерге ешкім ештеңе істемесе де, сіздерді қауіпсіздік комитеттері ақпараттарыңызды сақтап қоюы мүмкін. Сол себептен мұқият болыңыздар. Кез келген нәрсені өзінің қолданудың зиянды жағы және жақсы жағы да болады. Жақсы мақсатта қолдануларыңызды сұраймын. Және тағы да бір кеңесім, бұны әрине кішкентай балаларға үйретуге кеңес бермеймін. Өйткені олар білімді алып үйрену керек. Кезіндегі біз сияқты мысалы мектептегі үй тапсырмасын, тағы да басқасын осыған сеніп алып, осыған жасатып алу мүмкін. Бұған сценарий жазсаңыздар да болады, тағы да басқа. Мысалы, напишите сценарий для Instagram. Мысалы, напишите сценарий для Instagram. Мінекей сценарийді жазып береді. Осы айтқызып телефоннан қолдансаңыздар болады. Міндетті түрде сұрақты бірнеше рет қойып көріңіздер, контекстін өзгертіп көріңіздер. Алда толығырақ көрсетемін, немесе ағылшын тілін үйрет, тағы да басқа әртүрлі сұрақтарыңызды қойып, сіздерде қандай қызық жағдай болды, комментарияға жаза кетіңіздер. Егер сіздерде істеп тұрса. Сонымен, егер видео ұнаса, лайк басып, қолдай отырып, және сіздерге тағы да не жөнінде видео түсірейін комментария жазуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңызды қойыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатты болыңыздар.